Судың да сұрауы бар. Тек біздің билік басындағылар мұны тым кеш ұққан сияқты. Әдеттегідей жаңа жоспар түзіп, бағдарлама бекітуге кірісті. Баянды болсын дейміз. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында брифті үйін бағдарламасы. Студияда Нұридин Бидосов. Биыл ауыз су азабын жою үшін 215 миллиард теңге жұмсалмақ. Бұл туралы сәрсенбі күні индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі мәлімдеді. Қайырбек Өскенбаевтың айтуынша елдегі 1543 ауыл әлі күнге дейін тіршілік нәріне зәру. Смаилов кабинеті білек сыбана кіріскелі отырған іс алдағы 3 жылда жемісін беруі тиіс. Сөздеріне сенсек, 2025 жылға қарай халық 100% таза сумен қамтылады. Жаңа Қазақстандағы жаңа үкіметтің уәдесі осы. 2025 жылы халық толықтай ауыз суға қол жеткізеді. Бұл қаланың да, даланың да арманы болғалы қашан. 30 жылда озық елге айналсақ та тозығы жеткен құбырлар жетерлік бізде. Үкімет бұл келеңсіздікке енді ғана бел шеше кіріспек. Жай кіріспей, 3 жылда шешеміз деп отыр. 25 жылдың соңына дейін халықтың 100% таза ауыз сумен қамтылуы тиіс. Бұл әлеуметтік маңызы жоғары мәселе. Сондықтан әкімдіктер ауылдар мен қалаларда тиісті инфрақұрылымды тарту жұмыстарына ерекше мән беруі тиіс. Аталған жобаларды қаржыландыруға басымдық берілу керек. Бүгінде елдегі 1543 ауыл ауыз судан тарығып отыр. Әсіресе бұл мәселе Қостанай, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан облыстарында өте өзекті. Су азабынан құтылу үшін үкімет биыл 215 миллиард теңге бөлмек. Оның 120 миллиарды қалаға жұмсалса, қалған сома шалғайдағы ағайынға жөнелтіледі. Қомақты қаржы биылдыққа халықтың шамамен 95%-ын сумен қамтуға мүмкіндік береді. Ауылдардың 511-де орталықтырылған су жүйесімен жабдықтау жөніндегі құрылыс жұмыстарын жалғастыру жоспарланып отыр. Ал халық саны аз, 1000-нан астам ауылда жергілікті бюджет қаражаты есебінен кешенді блок модульдер орнатылатын болады. Оның ішінде осы жылы 120 ауылдың тұрғындарын орталықтырылған су жүйесімен қамтамасыз ету және халық саны аз 220 ауылдың кешенді блок модуль орнату жоспарлануда. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері. Ұлттық жобасы аясында 9 топтық су құбыры салынады. Оған алдағы 3 жылда 33 миллиард теңге шығындалмақ. Нәтижесінде 100 шақты ауылдағы 60 мыңнан аса адам су азабынан арылады. Ескеретін жайт, бұл елдегі алғашқы жоба емес. Бұған дейін ауыз суға қатысты 2 іргелі бағдарлама қабылданған. Алайда нәтижесі әлі күнге дейін мардымсыз. Айзат Қайырлыбекқызы, Виктор Жигерис, Атамекен бизнес арнасы. Бұған дейінде бір емес бірнеше бағдарлама болғанын, тек ешқайсысы нәтиже бермегенін көрдіңіздер. Алдымен қабылданған ауыз су бағдарламасы республиканы тіршілік нәрімен қамтамасыз етуі керек еді. Сонау 2002 жылы судан тарығып, кенезесі кепкендерге мол үміт сыйлап бекітілген жоба 8 жылда елдегі мәселені 100% шешуі тиіс деп жоспарланған. Бірақ бастаманың соңы әдеттегідей сиыр құйымшақтанып кетті. Артынша үкімет 2020 жылға дейін жалғасатын жаңа Ақбұлақ бағдарламасын іске асыруға кірісті. Аты жақсы болмаған ауыз судың кебін кимеуге тырысып бақса да, оның да орындалуы сол күйі көңіл көншітпеді. Мемлекет қазынасынан қыруар қаржы, миллиардтап ақша бөлінген бағдарламалар үнемі сынға ұшырап отырды. Ал шалғайдағы ауыл халқы үшін ауыз су сол күйі арман боп қала берді. Өткенге салауат дейміз-ау, десек те осы қателіктерге кім жауап береді? Судың да сұрауы барын неге тым кеш ұқтық? Сан сауалға тілшіміз Айханым Орынбекова жауап іздеп көрді. Қазақстандағы ауыз су мәселесі әрқашан өзекті. Мұнайымен, астығымен әлемге танымал болған еліміз ауыз су қорына келгенде ауыз толтырып мақтана алмайтыны рас. Бүгінгі күні бұл мәселе тек біздің елде ғана емес, бүкіл әлемде шешімін таппай тұрған проблемалардың бірі десе де болады. Қазақстан билігі осы мәселені шешу үшін бүгінге дейін бірнеше бағдарламалар қабылдап таза суға қол жеткізудің жолын қарастырған. Бағдарламалар аяқталды, ал мәселесі шешілген жоқ.
Жалпы 3 жылда әрине шешуге болады, бірақ бұл жерде сапалы, кешенді жұмыс болса. Мен сізге айтайын, бүгінгі күні инфрақұрылымға жауап беретін бір министрлік, су беретін басқа министрлік. Бұл су беруге 2 министрлік жауап бергеннен кейін нәтиже қайдан болсын? Қойшы көбейсе, қой арам өледі дейді қазақ, дана қазақ. Сол себептен 215 миллиардты беріп, 25 жылы халықты толығымен қамтамасыз етуге болады әрине. Тек қана жұмыс жасау керек сапалы. Біздің елде қандайда бір шаруаны қолға алғандар қаражатты талан-таражға салып, мың сылтау айтып, ақыр соңында өздері де ақшада жоқ болады. Бұл тиісті қадағалаудың болмауы мен жемқорлық кең етек жайғанын көрсетеді дейді сарапшылар. Проблема у нас в госуправлении. Мәселе біздің мемлекеттік басқармада, яғни жоспарлауда. Кезінде 2010 жылы Ақбұлақ бағдарламасын жеткілікті деңгейде әзірлегенбіз. Осы бағдарлама 2011 жылдан 20 жылға дейін 9 жылға жоспарланған. Осыған сәйкес индустрия министрлігі бағдарламаның соңына дейін еліміздің барлық өңірлерін 100% сумен қамтамасыз ететінін алға тартты. Алайда 2014 жылы осы мемлекеттік бағдарламаның күші жойылды. Су құбыры тартылуы тиіс аудандардың барлығына бірдей берілмеді, және 3 жылдың ішінде бөлінген қаржының қайда жұмсалғаны белгісіз. Жақында ғана депутаттар 2025 жылға дейін Қазақстан халқын 100% сумен қамтамасыз етеміз деп, биылғы жылға 215 миллиард теңге бөлді. Ақшамен ештеңе шешілмейтінін көрдік. Бұл ретте мамандар мәселені реттеуге не кедергі екенін былай түсіндіреді. Енді жер асты суны кім зерттейді десек, әкімшілікке бердік дейді. Сонда бізде жер бетіндегі суды да білмейміз, қанша бар екен, неміз бар екен, жер асты суды да білмейміз. Тем более ол көзге көрінбейтін дүние, жер астындағы судың бәрі. Енді бізде суды министрлерге бөліп ұстаған ғой. Ешкім жауапкершілік жоқ ешкімде. Бұл проблема, судың бәрін бір қолға беру керек. Түгел. Ана министрлік, мына министрлік, әкімшілік, анау-мынау емес, бір қолда беру болу керек оның бәрі. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, әлем халқының жартысына жуығы су тапшылығын сезінеді. Сарапшылардың айтуынша жер бетінде 1 миллиардқа жуық адам таза ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Ал 1,7 миллиард адам тұщы су көздеріне зәру. Әлемде жыл сайын таза судың жоқтығынан, соның салдарынан болатын антисанитариядан мыңдаған адам көз жұмады. Оның көбі балалар. Әрине өкінішті, бірақ бұл шындық. Енді осы тізімге қосылмау үшін барынша бірігіп, мәселе ушықпай тұрғанда шешу керек. Сарапшылар тұжырымы осы. Айханым Орынбекова, Виктор Джигерис, Атамекен, бизнес арнасы. Жұрт су іздеп, біз ол неге жоқ деген сауалға жауап іздеп сенделіп жүргенде, экология министрі елдегі табиғи ресурстардың сарқылуға шақ қалғанын айтып, айды аспанға бірақ шығарды. Үкімет отырысында осылай деп дабыл қаққан Серікқали Брекешевтің сөзіне сенсек, қазіргі уақытта кен игеру жұмыстары бей-берекет жүргізіліп жатыр екен. Салдарынан Қазақстанның қазба байлықтары алдағы 10-20 жылда таусылуы мүмкін. Экономикамыз тікелей шикізатқа тәуелді болғасын, сарқылған қазба байлықтар үкіметтің басты мәселесіне айналды. Соңғы 2 жылда дәл осы салаға 30 миллиард теңге бөлінсе де, түйткілдің түйіні шешілер емес. Себебі мемлекет бөлген бұл қаржы мардымсыз дейді министр. Қазақстан геологиялық барлауға салынатын мемлекеттік инвестициялар 1 шаршы километрге төмен көрсеткішмен сипатталады. Бізде ол 11 ақш долларын құрайды. Мәселен, салыстыру үшін Австралияда 167, Канадада 203 доллар. Экология министрі осылай дабыл қағып жатқанда, Баян ауылдық белсенділер жасыбай үшін жан пида деп шырылдап шықты. Жұрт жаз бойы жағасынан жан кетпейтін Жасыбай көліне қауіп төнді деп отыр. Әлде бір инвестор су айдыны жағасына 5 жұлдызды қонақ үй салмақ. Егер ол жоба жүзеге асатын болса, көлге экологиялық апат әкеледі.
Сол себепті Баянауылдағы қоғам белсенділері дабыл қағып, жағажайда құрылыс салуға қарсылық білдіріп жатыр. Олар ұлттық парк аумағынан жер телімін беруге мораторий жариялау керек дейді. Жанашыр жұрттың жан айқайын аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы тыңдап қайтты. Баянауылдағы Жасыбай демалыс аймағында туристік кластерді дамытамыз деген желеумен кейінгі жылдары жаңа нысандар салынып жатыр. Әйтсе де инфрақұрылым мәселесі қаперден шығып кете береді. Қалдық сулардың қайда кетіп жатқанына бас ауыртып жатқан ешкім жоқ. Енді келіп, әлдегім жағажайға жақын жерден құрылыс салмақ ниетте. Жасыбай көлінің экологиялық ахуалы жылдан жылға нашарлап бара жатыр. Өйткені оның жағасындағы мына демалыс үйлерінен шығатын лас қалдық сулар жерасты суларына қосылып көлге кеп құйылады. Ал егер оның жағасына зәулім қонақүйлер тұрғызылатын болса, онда көлде мүлде айырыламыз дейді тұрғындар. Жылда бізге айтатыны 4000 мың жерге кісі келеді дейді. Бұл жерден тағы да құрылыс салса, адам қайда барады? Онда бұл жер түгел жабылады. Мына көл құриды. Зәулім ғимарат салынатын болса, көлге үлкен апат келеді. Ол экологиялық апатқа әкелетінде енді мүмкіндік бар. Сондай апат туындап тұр. Жасыбай демалыс аймағы мемлекеттік ұлттық парк территориясында орналасқаны мәлім. Қоғам белсенділері ерекше қорғалатын аумақтан жер телімін беруге мораторий жариялау қажет екенін айтады. Әйтпегенде табиғаттың тоз-тоз шығады. Ешқандай да жер сатылмау керек. Жана жер өйткені өзекті мәселе бүгінгі таңда. Оның үстінде бүгінгі таңда біз экологиялық зардаптарға тап боламыз. Мына Жасыбай көлімізден ертеңгі күні айырылып қалсақ, біз келер ұрпақтың алдында кінәлі болып қаламыз. Ұлттық парк аумағынан жер телімін алуға немесе бас жоспарына өзгеріс енгізуге 9 адамнан тұратын үйлестіру кеңесінің бір ауыздан шешімі қажет. Ал инвест жобаны кеңес құптамаған. Соған қарамастан құжат Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне жолданыпты. Үйлестіру кеңесіне жауапкершілігі Жасыбай Хотел Сресарт жауапкершілігі серіктестігінен ұсыныс проект, инвест проектісі түсті. Үйлестіру кеңесі бұны қарастырып, жаңағы бұл проектіге қарсылығын білдірді. Қарсымыз деп айтты, бірақ ол заңды түрде және комитетпен әлі келісімделген жоқ. Өткен аптада ғана Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының орынбасары Баянауылға ат шалдырыпты. Оның инвесторды ерте келгеннен халық секем алып отыр. Жұрт Жасыбай жағасына құрылыс түссе, жаға жұрт суға дайынбыз дейді. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен бизнес, Павлодар облысы. Адам ағзасының 70-80% судан тұратын білесіздер. Мамандар күніне кемі 2 литр су ішу керек деп кеңес береді. Жұрттың тапқан таянғаны басқаға болмаса да осы тіршілік нәріне еркін жетуі керек деп ойлаймыз. Олай ойлауымызға ұлттық статистика бюросы таратқан мәлімет итермелейді. Соңғы деректер қазақстандықтардың орташа жалақысы 285.433 теңге болғанын көрсетті. Айлығы бір шама өскен маман иесі құрылысшы. Жалақысы өткен жылмен салыстырғанда 33%-ға көтерілген. Одан кейінгі өсім көлік және қоймалау қызметтерінде байқалады. Білім және денсаулық салаларының жұмысшылары былтырмен салыстырғанда 21 және 18%-ға көп жалақыға өмір сүріп жатыр. Жалпы елімізде ең жоғары еңбекақы тау-кен, қазу өнеркәсібі мамандарының еншісінде шамамен 620 мың теңге. Ең төменгі жалақы саналатын 144 мың теңге ауыл, орман және балық шаруашылығының қызметкерлеріне беріледі. Өңірлерге келсек, атыраулықтар ең жоғары айлыққа ие. Ал солтүстік Қазақстан облысының азаматтары 203 мың теңгеге күн көріп жүр. Бұл орташа айлық деңгейінен 28%-ға төмен. 285 мың деген жаман жалақы емес. Тек осы орташа дегенді қалай есептеп шығаратыны төңірегінде күмән көп. Негізгі байлығымыз айлығыңыз өсе берсін. Тек суды үнемдеп жүрейікші. Өйткені әлемдегі судың 3% ғана тұщы су екен. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.